Біз әкем екеуміз қала сыртына барамыз. Керемет! Мен де осыған орай жеңіл автокөліктің жолаушысы ретіндегі іс-әрекет туралы айтып берейін деген едім. Айтатын несі бар? Рульде әкем болады ғой. Не болып қалуы мүмкін? Сенің әкең жолға қарап, көлікті жүргізеді, ал сен оған көмектесіп, өзің дұрыс әрекет етуің қажет. Мен қасыңда болып, саған көмектесем. Жарайды, ал мен әкемді тосамын. Ережелерді үнемі сақтау қажет. Мұқият қара, мен саған барлығын көрсетемін. Ең қысқа мерзімді сапардың өзінде қауіпсіздік белдігін міндетті түрде тағып отыр. Көліктің есігінің жабылғанын мұқият тексер. Ана, бұл жолдос, менің жолдағы досым. Есіңде ме? Мен саған ол туралы айтып едім ғой. Әрине есімде. Не болып қалды, жолдос? Сіз мені кешіріңіз, бірақ сіз неге артқы орынға балаңызды қолыңызға алып отырсыз? Себебі бұл қауіпсіз ғой. Мүлдем олай емес. Анашым, ашуланба, жай ғана көрейік. Жолдос бізге бәрін көрсетеді. Солай ғой, жолдос. Зейін қойып қараңыз. Соқтығысқан кезде адамның денесінің салмағы 10 есеге ұлғаяды. Ал балаңыз 75 келі тартса, қолыңызда ұстай аласыз ба? Онымен қоса, сіздің салмағыңыз да арта түседі. Ал сіз тура баланың үстіне құлайсыз. Оның алдын алу үшін мамандар балаларға арналған автокреслолар ойлап тапты. Есіңізде болсын. Автокресло кішкентай бала үшін автокөліктегі ең қауіпсіз орын. Сіз дұрыс айтасыз, жолдос. Бірақ не істейміз? Бізге жолға шығу керек қой. Жолға бөгет болмас үшін мынау сіздерге. Тағы бір рет қайталап өтейік. Бейтаныс адамдардың автокөліктеріне отырмаңдар. Тоқтап келе жатқан көліктің алдынан жүгіріп шықпаңдар. Қауіпсіздік белдіктерін үнемі тағып, машинаның есіктерінің жабылғанын тексеріңдер. Сапар кезінде тыныш отырып, жүргізушіні мазаламаңдар. Ашық тұрған терезеден бастарыңды шығармаңдар. Көліктің тетіктерін тимеңдер және көліктен тротуар жақтан немесе жолдың шетінен түсіңдер. Осы шарттарды сақтасаңдар, сапарларың сәтті және қауіпсіз болады. Мен айтайын дегенімді жеткіздім. Кездескенше достар, жолда сәттілік тілеймін.